Сондай-ақ өзін-өзі жазғырушы, жанның қатарына кәпірлердің жаны кіреді екен. Ол қалай кіреді деген кезде, олар дүниеде өздерін аман сезген. Өткенде айттық қой, Аллах Тағала жаңағы хадисул құдсида айтқан, ва иза аминани фи дуния, егер адам менен өзін аман сезсе осы дүниеде, ахофтуху яумал қияма, қиямет күні мен оны қорқытам дейді. Міне сол өзін-өзі аман сезіп, Құдай жоқ, өзім білем, еститім деп сөйтіп өмір өтті. Өмір өтті да ажал келетін сәт келеді ғой. Сол ажал келетін сәтте ең бірінші ғайыптан өлім періштесі ғой ашылатын көзіне. Сол кезде басталады ода иман. Бірақ ол иман нөл деп саналады Алла Тағала қасында. Кім иман келтірмейді ол кезде? Бәрі келтіреді. Міне сол жанды суырып алып жатқан сәт, сол кезден басталады екен өзін жазғыру. Түсіндіңіз бе? Содан ол жанын алып жатқан кезде бастайды өзін жазғыру. Қабірдегі сұрақтардың кезінде жазғырылады. Ақыретке дейінгі қабір әлемінде өзін жазғырумен болады, қараңыз. Одан кейін қияметте қабірден тұрған кезде мәңгі бақи тозақтың ішінде өзін жазғырумен, сөгумен болады. Міне осы нәрседен сақтасын. Мүминнің жаны, мүмин өзін осы дүниеде жазғырып жүрсе, кәпір адам дейді, жаңағы ақыретте мәңгі бақи тозақтың ішінде өзін жазғырады солай. Өйткені өлім періштелері келген кезде, әллазина татаваффахумул малаика, оларға періштелер түскен кезде жандарын алуға дейді. Золими анфусихим, жанды алған кезде де бұл үлкен жұмыс ол. Анаған кәдімгідей жаңағы характеристикасы беріліп алынады. Түсіндіңіздер ме? Қандай мінездеме беріледі? Золими анфусихим, өздеріне әділетсіздер деген үкіммен жандарын алған кезде дейді, қараңыз. Сонда жаңағы қорыққаннан адамда үміт тұрады. Фаалқау салама, сол жерде дейді, керемет момын мінезді көрсетеді дейді ана жан. Ешқашан өйтіп Алласына көрсетіп көрмеген. Түсіндіңіз бе? Өмір бақи Құдай жоқ, өзім білем, ақырет жоқ деп жүрген адамдар еді. Сосын жаңа өлім сәтін салған кезде, фаалқау салама, көндім, қойдым, болдым, ең әдепті сөздерді жібереді дейді Алла Тағала. Әдепті сөздердің бәрін жібереді дейді. Сосын анда сөзді қосады дейді. Мә күнна нәғмал мен су. Біз жамандық істемеген едік. Өйткені біз білген жоқпыз оның жамандық екенін деп. Бәлә деп айтады екен періштелер. Керісінше дейді бәрі. Бәрі сендер айтқандай емес. Раббыларың шешіп қойды дейді. Өйткені инналлаха алим бима кунтум таъмалун. Расында Аллах Тағала біледі сендердің не бітіргендеріңді.